Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары, бүгін біз 4-те 4-ші жаттығуды орындаймыз. Есептер түсінікті болу үшін видеоны соңына дейін қараймыз. Бірінші есептен бастап шығарайық. Біздегі гидравликалық машинаның кіші цилиндрінің диаметрі 4 сантиметрге тең, ал үлкендігі 50 сантиметрге тең екен. Бұл машина күштен қандай ұтыс береді дейді, яғни F2-ның F1-ге қатынасын табуымыз керек. Бірінші халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырайық, яғни сантиметрді метрге айналдырамыз. Сонда мына жерде 4 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі метр болады, бұдан 0,5 метр болады екен. Енді біздегі F2-ның F1-ге қатынасы ол S2-ның S1-ге қатынасына тең. Енді бұл жердегі бізде цилиндр болғандықтан, оның бетінің ауданы дөңгелек болады. Сол үшін біз дөңгелектің ауданын жазамыз пи ар квадрат. Пи ар квадрат 2 бөлінген пи ар квадрат. Так, мына жерде 1 болады. 1. Енді мына жақтағы бізде пилар қысқарады. Сонда қалады екен ар квадрат 2 бөлінген r1-дің квадраты. Осыған қоямыз енді мәндерді. Бірінші r1, r2-ні тауып алайық. r1-іміз бізде d1-ді 2-ге бөлгенге тең, яғни диаметрді 2-ге бөлгенде бізде радиус шығады. Сонда 4 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесін 2-ге бөлеміз деген сөз. Сонда 2 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі метр шығады. r2-іміз d2-ні 2-ге бөлгенге тең, яғни диаметрі екінші диаметрді, яғни 0,5-ті бөлеміз 2-ге, сонда 0,25 метр шығады екен. 0,25 метр. Енді осыны мынау формулаға кеп қоямыз. Сонда F2 бөлінген F1 ол бізде тең болады R2 квадраты бөлінген R1-дің квадраты. Сонда R2-ның квадраты 0,25 метрдің квадраты бөлемін 2 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесінің квадратына. Сонда мынау жоғарысында 0,0625 шығады. 625 шығады. Астында 4 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі қалады. Сонда жоқшамен алғанда 156 шығады екен. Жауабы осындай. Есепте гидравликалық пресс 2,7 көбейту 10-ның 5 дәрежесі ньютон күш өндіру керек дейді. Яғни бұл F2 және поршындардың диаметрлері берілген 3 см, үлкені 90 см. Кіші поршынға қандай күш түсіру керек дейді. Яғни F1-ді табуымыз керек. Сонда біздегі формула F2-ні F1-ге бөлеміз. Ол бізде S2 бөлінген S1 болады екен. Так, S1. Енді бізде поршын дөңгелек болғандықтан, аудандарды жазып шығамыз. Сонда бізде аудан пи r2 квадрат бөлінген пи r1-дің квадраты. Сонда пилар қысқарады. Сонда бізде r2-ның квадраты бөлінген r1-дің квадраты болады. Сонда негізгі формула F2 бөлінген F1 тең болады r2-ның квадраты бөлінген r1-дің квадраты. Осы жерден біз F1-ді табуымыз керек. F1-іміз біздің тең болады F2 көбейту r1-дің квадраты бөлінген r2-ның квадраты. Енді бізден мына жақта диаметрлер берілген. r1 мен r2-ні тауып алайық. Ол диаметр 1-ді 2-ге бөлген кезге тең болады. r1-іміз ол 3 сантиметрді 2-ге бөлеміз деген сөз. Сонда 1,5 сантиметр болады. r2-іміз ол d2-ні 2-ге бөлгенге тең, яғни 90 сантиметрді бөлеміз 2-ге, ол 45 сантиметрге тең болады екен. Енді осының мәндерін орнына қояйық. F2 бізде 2,7 көбейту 10-ның 5 дәрежесі ньютон, көбейтеміз 1,5-дің квадраты, бөлеміз R2 45 сантиметрдің квадраты. Мына жерде де сантиметр бар. Сантиметр болады. Сантиметр квадрат. Сонда сантиметрлер қысқарып кетеді бізде 300 ньютон шығады екен. Ал соңғы үшінші есепті шығарайық. Бізге кіші поршынның ауданы, үлкен поршынның ауданы және F1 400 ньютон, F2 336 ньютон, килоньютон берілген. Енді бізге айтады, бірінші қанша ұтыс береді күштен, соны табуымыз керек. Яғни F2-ні F1-ге бөлуіміз керек. Сонда F2 бөлінген F1 бізге қанша ұтыс береді, соны осы формула арқылы табылады. Бұл 36 мың болады, килоньютон болғаннан кейін. Оны бөлеміз 400-ге, 400 ньютонға. Бұл бізде 90 болады, яғни 90 есе ұтыс береді. Енді екінші сұрақта үйкеліс жоқ кезінде дейді, яғни үйкеліс жоқ кездегі біз F2-ні табуымыз керек. Мынау F2 бұл үйкеліс бар кезіндегісі. Енді үйкеліс жоқ кезіндегі F2-ні табу үшін мына формуланы жазамыз. S2 бөлінген S1 деген. Осы жерден F2-ні тауып аламыз. F2 тең F1-ді көбейтеміз S2-ге, бөлеміз
S1 тең F1 бізде 400, көбейтеміз S2 бізде 500. Так, бөлеміз 5-ге, иә. Сонда бізде шығады 40 мың. 40 мың ньютон. Енді осыдан 30 табу үшін F2-ні F1-ге бөлеміз. Яғни мынау біздің тапқан F2-мізді F1-ге бөлеміз. Яғни бұл 40 мың ньютонды 400 ньютонға бөлеміз. Сонда жауабы 100 болады. Яғни үйкеліс жоқ кезде 30-100 болады екен.